Бүгінгі сабақта бір мүшені көп мүшеге көбейтумен танысамыз. Біз алдыңғы сабақтардан білеміз, көп мүше ол бір мүшелердің алгебралық қосындысы. Олай болса, бір мүшені көп мүшеге көбейткенде көбейтудің үлестірімділік заңын қолданып жазамыз. Яғни 5а квадрат b-ны жақшаның ішіндегі әрбір мүшеге жеке-жеке үлестіріп көбейтеміз. Сонда 5а квадрат b-ны көбейтеміз 4а квадратқа. Минус 5а квадрат b-ны 3а b-ға көбейтеміз. Плюс 5а квадрат b-ны 6а куб с-ға көбейтіп жазамыз. Енді бір мүшені бір мүшеге көбейту ережесі бойынша бірінші сандарын көбейтіп аламыз, содан кейін бірдей әріптерін көбейту ережесіне саламыз. 5 жерде 4-іміз 20, а-ның квадратына көбейтсем а-ның 4 дәрежесі, b-ның өзі жазылады. 3 жерде 5-іміз 15, а-ның 3 дәрежесі болады, b-ның 2 дәрежесі. Қосу 30, а-ның 5 дәрежесі, b, с өрнек шығады. Яғни, бұл жерде біз бір мүшені көп мүшеге көбейту амалын қолдандық. Екінші мысалға назар аударайық. Бұл жерде 2х бір мүшелігі теріс таңбамен тұр, минус. Яғни, теріс таңбалы бір мүшелікті жақшаның ішіндегі бір мүшеліктерге көбейткенде таңбалардың бәрі қарама-қарсы таңбаға ауысады. Осыны ескеріп отырамыз. Яғни, минус 2х-ті х квадратқа көбейткенде минус 2х-тің 3 дәрежесі болады. Міне, біріншіге көбейттік. Енді минус 2х-ті минус 3х y квадратқа көбейтеміз. Теріс санға көбейтсем оң сан, 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, х-тің х-ке көбейтеміз х квадрат, ал y квадраттың өзі жазылады. Енді үшінші бір мүшелікке көбейтеміз. Минус 2х-ті 5х квадрат y-ке көбейтеміз. Минус 2 плюс минус болады, 2-ні 5-ке көбейтеміз 10, х-ті х квадратқа көбейтеміз, х-тің 3 дәрежесі, y-тің өзі жазылады. Енді, мына үшінші мысалға назар аударсақ, 4y ол бір мүше өзі жеке тұр, ал екінші өрнекте 2 бір мүшелігі y минус 3 екі мүшелігіне көбейтіліп тұр, ал үшінші өрнекте жақшаның ішінде бір мүшені көп мүшеге көбейту амалы тұр. Яғни, бірінші біз жақшаның ішіндегі көбейтуді орындап, ұқсас мүшесін біріктіріп алғаннан кейін барып, жақша сыртындағы 3-ке көбейтуді орындаймыз. Яғни, 4y өз жазылады, минус 2, теріс таңбалы жақшаны ашамыз, минус 2y, таңба өзгереді дедік, плюс 6. Ал енді минус 3-ті қазірше жақшаның ішіне көбейтпей қоя тұрамыз, себебі ішкі жақшаны ашып алуымыз керек. Y, мына жерде минус 12, 2 минус плюс 6y плюс 8-дің өзі. Енді жақшаның ішіндегі ұқсас мүшелерді біріктіре отырып, минус 3-ке көбейтіп жақшаны ашамыз. Енді бірден ұқсас мүшені біріктіріп алайық. 4y азайтылған 2y, бұл бізге 2y-ті береді. Плюс 6 өз жазылады, минус жақшаның ішінде 1y пен 6y ұқсас мүшелер. Олар қосылады, бірдей таңбалы болғандықтан 7y болады. Ол 7y-ті минус 3-ке көбейтеміз. 7-дің 21 y деп жазамыз. Минус 12 плюс 8 әртүрлі таңбалы сандар болғандықтан 12-ден 8-ді азайтамыз. Минус 4. Минус 4 минус 3-пен көбейтіледі, плюс 12 болады. Енді шыққан соңғы өрнектің ұқсас мүшелерін біріктіреміз. 2y минус 21y әртүрлі таңбалы сандар болғандықтан азайтылады. Минус 19y болады. 21-ден 2-ні азайтсақ, қосу екеуі де бірдей таңбалы болғандықтан оларды қосамыз. Сонда плюс 18 деген екі мүшелік шығады. Бір мүшені көп мүшеге көбейту ережесін қолданып, мына теңдеуді шешіп көрейік. Бөлшек өрнектердің алгебралық қосындысы тұр. Бөлшектің бөлімінде 2, 3, 6 сандар тұр. Енді олардан құтылу үшін біз ортақ бөлімін тауып аламыз. Ең кіші ортақ еселігін 2, 3, 6 сандарының ең кіші ортақ еселігі 6. Ендеше біз барлық бөлшекті 6-ға мүшелік көбейтіп шығамыз. Енді бірден жазайық. 6-ға егер мына жерде
6-ға көбейтсек, 6 мен 2 қысқарады да 3 болады. Яғни бірінші бөлшектің алымын 3 деген санға көбейтеміз. 6-ны жазсақ, 6 мен 3 қысқарады да екінші бөлшектің алымын 2 деген санға көбейтеміз. Себебі 6-ны 3-ке бөлсек 2. 6 мен 6 қысқарса, үшіншісін 1-ге көбейтеміз. Енді бөлшектің бөлімін тастап кетеміз да. 3х, х қосу 6 минус 2х, х қосу 14 минус 1, х квадрат қосу 1 тең 0-ді 6-ға көбейтсем 0 болады деп жазамыз. Міне мына жерде бір мүшені көп мүшеге көбейту амалы жазылды. Енді бір мүшені көп мүшеге көбейту ережесі бойынша бір мүшені жақшаның ішіндегі әрбір мүшеге жеке-жеке көбейтеміз. 3х-ті х-ге көбейтемін. 3х квадрат қосу 3х-ті 6-ға көбейтемін. 18х. Минус таңбасы бар жақшаны ашқанда жақшаның ішіндегі таңбалар өзгереді. Минус 2х квадрат. Плюс таңбасы минус болады. 28х. Тағы да минус таңбалы. Минусты х квадратқа көбейтсем минус х квадрат. Минус 1-ді плюс 1-ге көбейтсем минус 1 тең 0. Енді ұқсас мүшелерді біріктіріп аламыз. 3х квадрат, 2х квадрат және х квадрат ұқсас мүшелер. 3, минус 2, минус 1 коэффициенттерінің қосындысы 0 болып кетеді. Ендеше бұлардың бәрі жойылып кетті. Енді плюс 18х, минус 28х әртүрлі таңбалы сандарды қосу 28 модулі бойынша 18-ден артық, олай болса азайтамыз. Минус 10 х болады, ал 1 ол тұрақты сан болғандықтан өзі қалады. Енді бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуді шешу ережесі бойынша минус 1-ді теңдіктің сол жағынан оң жағына плюс 1 деп өткіземіз. Х-тің мәнін табу үшін 10-ды 1-ді минус 10-ға бөлеміз. Сонда 1 бөлінген 10 немесе минус 0,10-нан 1 теңдеудің шешімі болады.